Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бискрим печеньесін пісіреміз. Магазиннен сатып алмай-ақ өздеріңіз балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен осылай нутелла шоколадын алып, пергамент қағазға видеодағыдай құйып шығасыздар. Және осыны морозильникте қатырып алуымыз керек. Енді қамырын дайындап аламыз. Жұмыртқа, қант, май салып, жақсылап араластырамыз. Осыған ұн салып, қамыр қопсытқыш саламыз, және азырақ ванилин салып жіберсеңіздер болады. Қамыр илейміз. Қамыр дайын болды. Осындай әдемі жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осылай әр печеньені 20 граммнан бөліп аламыз. Көз мөлшермен істеуге болады. Бірақ өлшеп істесеңіздер, барлығы бір келкі әдемі печенье болып шығады. Енді қамырды алып, кішкене жайып, жаңағы қатқан нутелланы алып, арасына салып шығамыз. Осылай видеода көрсеткендей, шоколадтарды қамырдың ішіне тез-тез салып шығуымыз керек, өйткені нутелла тез еріп кетеді. Барлығын жасап шықтым. Енді осылай пышақтың артқы жағымен үстінен басып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градус пешке салып пісіріп аламыз. Осымен біздің тәтті бискрим печеньеміз дайын. Сіздер де жасап балаларыңызды қуантыңыздар. Дәмі керемет, тәп-тәтті печенье болып шығады.